Біреулер Құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем орнымды бассын дейді. Артымнан Құран оқысын дейді. Қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам орнымды бассын демек не сөз? Өзіңнен қалған дүние иесіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемек пе едің? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге қимайтұғын сенің не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Не түрлі боларын біліп сұрадың? Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Қылған иттігің аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Артымнан балам Құран оқысын десең, тіршілікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Жаманшылықты көп қылсаң, балаңның Құраны неге жеткізеді? Тіршілікте өзің қылмаған істі өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Қартайғанда асырасын десең, ол да бір бос сөз. Әуелі өзің қаруын қайтарлық қартаюға жетемісің, жоқ па? Екінші, балаң мейірімді болып, асырарлық болып өсе ме, жоқ па? Үшінші, малың болса, кім асырамайды? Малың жоқ болса, қай асырау толымды болады? Баланың мал табарлық болары, мал шашарлық болары, ол да екі талай. Ақирет үшін бала тілегенің, балам жасында өлсін дегенің. Егер ер жетсін десең, өзі ер жетіп, ата-анасын тұзақтан құтқарар бала қазақтан туам екен. Ондай баланы сендей әке, сенің еліңдей ел асырап өсірмек пе екен? Хош, Құдай тағала бала берді. Оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Бұрынғы өз күнәңді өзің көтергеніңменен тұрмай, балаңның күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуел балаңды өзің алдайсың. Әне оны берем, міне мұны берем деп, басында балаңды алдағаныңа бір мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса кімнен көрерсің? Боқта деп біреуді боқтатып, кәпір қияңқы осыған тимеңдерші деп, оны масаттандырып, әбден тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде молданың ең арзанын іздеп, хат таныса болады деп, пәленшенің баласы сені сыртыңнан сатып кетеді деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осыма берген тәлімің. Осы баладан қайыр күтесің бе? Және мал тілейсіңдер. Оны неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілеймісің? Тілейсің. Құдай берді, бергенін алмайсың. Құдай тағала адал еңбек қылып, мал табарлық қуат берді. Ол қуатты халал кәсіп қыларлық орынға жұмсаймысың? Жұмсамайсың. Ол қуатты сарып қыларды білерлік ғылым берді. Оны оқымайсың. Ол ғылымды оқса ұғар ақыл берді. Қайда жібергеніңді кім біледі? Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды? Оның саған керек жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден алдап алсаң,
біреуден жалына болсаң болғаны. Іздегенің сол. Бұл Құдайдан тілегендік емес. Бұл абыройын, арын сатып, адам жаулағандық, тіленшілік. Хош, сөйтіп жүріп ақ мал таптың. Байыдың. Енді сол малды сарып қылып ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса, балаң тапсын. Ғылымсыз ахирет те жоқ, дүние де жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған қаж, ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса да, адамшылықпен жұмсаған. Барлығы иттікпен табады, иттікпенен айырылады. Бейнет, күйігі, ызасы, осы үшеуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады, шоғында маған да баяғыда мал бітіп еді деп мақтанады. Кедей болған соң тағы қайыршылыққа түседі.